Әдебиеттік оқу сабағы. Тақырыбы ғарыш жолы жалғасады. Сабақтың мақсаты шығарманы мәнерлеп түсініп оқып, тақырыпқа сай ақпарат тауып оқиды және ұйқасын табу арқылы өлең құрастырады. Қазақ ғарышкерлері. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазан күні Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Тоқтар бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Талғат Мұсабаев 1994 жылы бірінші рет ұшқанда ғарышта 126 күн болған. 1998 жылы екінші рет ұшқанда 208 күнін ғарышта өткізген. 2001 жылы үшінші рет ұшқанда ғарышта 8 күн болыпты. Айдын Айымбетов 2015 жылы ғарышқа ұшқан қазақ ұлтының 3-ші азаматы. Ол ғарышта 10 тәулікке жуық уақыт болып, туған жерге аман есен оралды. Айдын Айымбетов ғарышқа ұшу кезінде бір қатар ғылыми сынақ жүргізген. Ғарышқа өзімен бірге ала кеткен заттары Қазақстанның мемлекеттік рәміздері мен қызы сыйлаған жұмсақ ойыншықты алып ұшқан екен. Сен білесің бе? Тоқтар Әубәкіров 1988 жылы тұңғыш рет әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдырып, ұшу сапарын тоқтатпай батыл әрекет етеді. 1989 жылы бірінші болып авиатасушы крейсердің алаңқайшасына МиГ-29К реактивті ұшағын қондырды. Сондай-ақ ол реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. Оған осы батылдығы үшін 1988 жылы Кеңес одағының батыры атағын берді. Ал 1995 жылы Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағын алды. Оқулықтан 20-21 беттегі арман арқалаған бала мәтінін түсініп оқы. Сонындағы сұрақтарға жауап бер. Бірінші тапсырма. Ойлан, ізден. Бала Тоқтардың отбасы туралы не айтар едің? Жазушы отбасы мүшелерінің қандай туыстық сезімдері суреттеген? Мәтіннен Тоқтардың мамандықты қалай таңдағанын тауып оқы. Жазылым. Екінші тапсырма. Өлең шумақтарын ұйқас сөздермен байланыстыр. Таудай үлкен, мен бармақтай, көктің жүзін, үлкен ғалым. Тоқтарға тән ерекшеліктерді белгіле. Қорқақ, жалқау, намысшыл, ержүрек, еріншек, шыдамды, ерке, жанашыр. Үй жұмысы. Мәтіндегі Тоқтардың отбасы мүшелерін сипаттап дәптерге жаз.